Ақша кімнен қашады? Ақша кімнен қашады деген кезде сіздер бәріңіз жақсы білесіздер. Ақша кімнен қашады? Ақша блок, ақшаға байланысты установкасы, ақшаға байланысты ұстанымы дұрыс емес адамнан қашады. Болатын, мен үлкен ақшаны біресе тапқым келеді, біресе тапқым келмейді, түсіне алмаймын деп. Сонда өзінің кедей отбасында өстің ба десем, өте бай отбасында өскен екен. Бай отбасында өскен, әкесі мен шешесі көп ұрысады екен. Сонда әкесі мен сендерді асырап отырмын дейді екен шешесіне. Сен не істеп отырасың деп айтады екен шешесіне. Мен бәріңді асырап отырмын, ақша тауып отырмын дегенде шешесі айтады екен. Бүйткен ақшаң керек емес вообще. Бүйтіп бізді асырамай ақ қойшы деп. Бұл сенің әкелген байлығың бізге бақыт әкеп тұрған жоқ деген дүние да. Яғни көп семьяға, жалпы бізде көп жерде ақша проблема. Мысалы үшін бір қыз баласы келіп тұр, инфобизнесте айналысып жүрмін дейді, бірақ сабағым өтпейді дейді. Сабағым өтпейді дейді. Ақша деген сіз үшін не десем, біз расстановкамен жұмыс жасағанда ақша проблема деп тұр да. Өзі білмейді, мен біреуде ақша проблема деп ойламаймын. Ақша деген күшті ғой дейді, ақшам болса шетелге шығам, ақшам болса мынандай. Оказывается, бұл қыздың анасы өте сауда жасаған, өте денежная женщина, ақшаны жақсы тапқан. Бұл сөйтіп шешесі ақша тауып шапқылап жүрген кезде, шетелден зат әкелген, Қазақстанда сөйтіп жүрген кезде, бұл қыздың ағасы наркотикқа құмар болып кеткен. Яғни наркотикқа кімдердің балаларын шақырады? Ақшасы бар адамдардың балаларын тартады, иә. Сондықтан ана қызда уже қорқыныш пайда болған. Ақша баратын наркомандар да құмар болады. Наркомания деген қазақ қоғамында үлкен проблема ғой. Ана қыздың бойында, өзінде де, анасында да. Осы ақша деп жүріп баланы қараусыз қалдырдым, ақша деп жүріп баланың наркоман болуына кінәлі болдым, себепкер болдым деген осындай бір қорқынышты дүниелер бар. Яғни ақша сіздің отбасыңыз, ақша үшін ажырасып кететін дүние болады. Немесе мысалы, әке шешесі ажырасқан болуы мүмкін, ажырасады да, қараңыздар. Бұл екінің бірінде қазір ажырасу қазақ қоғамының енді бір өзекті мәселесі ғой. Қараңыз, ажырасып кетеді да, әйелдердің глобальный проблемасы қандай ажырасқаннан кейін? Әйелдердің глобальный проблемасы алимент өндіру. Алимент деген қазір өте актуальный. Ешқандай еркек ажырасқаннан кейін, өзі қазақ күшті айтқан ғой, әкенің жақсылығы жездеде ақ жақындығы дейді. Әйел мен еркек ажырасқаннан кейін естеріңізде болсын. Еркек 90%-ында әйелді сүйсе, сол әйелдің балаларына қарайды. Әйелді сүймесе, ол қай әйелді сүйеді, соның балаларының артынан кете береді. Мысалы, көптеген еркектер болады, өзінің баласына қарамайды, бірақ ана кейін қалған әйелінің балаларына өліп жүреді. Немесе содан туған балаларына өліп жүреді да. Яғни еркектер көп жағдайда балаға через маму қарайды. Мамасын жек көрсе, балаларына да кішкене сақтаныңқырап тұрады. Ана мамасы қанын ішіп ақша сұрай беретін сондай болса, бұның балалары да сондай деген сияқты. Уже бұл балалар көбінесе тіпті мен естідім, сондай жаңағы заң жүзінде бас тартып шығатын балаларынан кез болып қалады да, ана әйелге ерегіскеннен. Енді қараңыздар, алимент мәселесінде алимент бермейді еркек. Сосын әйел не істейді, сотқа барады, отқа барады, алимент бермей жатыр, әке шешесін айтады, мына достарын айтады, жұмысын айтады, алимент бермей жатыр, маған алимент бермейді. И анау еркек қиналып жүріп, арасында бір алиментті жіберіп қояды. Осы ситуацияның барлығын сезініп, мына айттық қой, сол 3 жас пен 6 жастың арасында, 3 жас пен 8 жастың, 3 жас пен 10 жас деп алайықшы, жарайды, 7 жылдық ғұмыр, 3 жас пен 7 жастың арасында осындай картинканы көрген балалар, ақша алу оңай емес, ақша табу оңай емес. Ақшаны соңынан ит қып, жалынып, өстіп, сүмірек болып жүрген кезде алмауың да мүмкін. Міне, осындай ситуацияда өскен, осы ситуацияны программа, установка ретінде қабылдаған балалар, олар өмір бақи бір айлық, бір шайлық жүре береді. Өйткені оларда ақша ағыл деген просто так келеді, ақша оңай келеді деген установка жоқ. Оларда, жаңағы айтқандай, блок, үлкен блок тұр. Қандай блок? Ақша проблема келеді, ақша қиындықпен келеді деген. Енді қараңыздар. Яғни проблема ақшаға байланысты. Кез келген проблеманы біз ақшамен шешеміз. Кез келген проблема қоғамда, проблемалардың почти 70-80% ақшаға байланысты болады. Бауырлар ақшаға байланысты, ұрысып, қырылысады. Әйел мен күйеу ажырасқан кезде жаңағы ақшаға дүние талас болады. Әйел мен күйеу ажырасқанда көбінесе еркек ақша табады, сол үшін ажырасады, басқа қатын алады. Немесе еркек ақша таппайды, сол үшін ажырасады. Таппаған үшін ажырасады. Опять сол қу дүние, қу ақша отбасының бұзылуына да алып келеді. Мінекей осындай өмірінде ақшаға байланысты үлкен проблемасы болған адамдар, олардың басында қазір кредит те бар, қарыз да бар, қорқыныш та бәрі де бар. Я түсіндіңіздер, заң орындарынан қорқу, тергеу тексеруден қорқу, бұл сіздің денежный потогыңызды жабады. Бұл уже блок. Саналы түрде ақша тапқыңыз келеді, жасап жатырсыз, бейсаналы түрде ақша жоқ.
бірдеңе жүреді дейді, жүрмейді. Елдің бәрін картошка сатады, нормально сатады, сіздікі картошкадан намного күшті фрукт сатасыз, но бірақ сіздікі өтпейді. Өйткені сіздегі блок. Ақша жеміс жидекке келмейді, ақша бизнесқа келмейді, ақша саудаға келмейді, ақша адамға келеді. Ақша адамның тап-таза түп санасына келеді. Адам неғұрлым травмасымен көп жұмыс жасаса, ода соғұрлым рост болады. Ол адам неғұрлым травмасы, мысалы үшін Димаш Құдайберген, қарайсыздар, Димаш Құдайберген бүтін дұрыс отбасында өскен. Мына жерде әке шешеден махаббат, мына жерде ата анадан махаббат, апа әжесінен алған махаббат. Және де арнайы оқытқан, Димашқа көңіл бөлінген, Димашқа инвестиция салған, Димашқа атасы мен әжесі достаточно жеткілікті түрде мотивация берген. Оның 2 жасынан бастап үлкен, видеода көрдіңіздер ғой, Димаштың апасының еркелетіп отырған видеосы, естеріңізде ме? Не деп айтады? Әжесі 2 жастағы кішкентай ғана балаға айтады: менің кең жауырынды арыстаным деп айтып жатыр да. 2 жастағы балаға айтып отыр. Біз 2 жастағы бала не дейміз? Құлыным, қошаққаным, бөтенай көтенай деп отыра береміз баланы, Яғни 2 жастан бастап мына программа қалыптасатын уақытта правильный установка, правильный дұрыс ұстаным, дұрыс тәрбие, дұрыс мотивация берілген бала, жан жақтан махаббатты алған бала. И қазір бүкіл әлемді мойындатып келе жатқан бұл не? Яғни осының жемісі. Енді қараңыздар, мына жерде қорқыныштар дегенде бұл енді глобальный үлкен 3 қорқынышты алдым. Өйткені мен қазір ақшаға байланысты өте көп адамдармен жұмыс жасаймын. Кеше Шымкентте 50 адаммен жұмыс жасадық, Ақтауда 30 адаммен жұмыс жасадым, Алматыда 60 адаммен жұмыс жасадық, Стамбулға қанша келіп, бәрінің бар қазақтың проблемасы қарызбен кредит. Бәрімен сөйлескен кезде осы ең үлкен осы 3 проблеманы тауып алдық. Сөйлесіп, қазып келген кезде көбісінен почти 90%-нан осы ар жағында зона комфорта деген дүниелер шыға береді. Негізгі 3 үлкен блок осы 3 заң орындарынан қорқатын адамда ақша болмайды екен. Мен соны көзім жетті. Тергеуден қорқатын, тексеруден қорқатын адамдардан тоже осындай ақша болмайтын байқадым. Ақшаға байланысты өмірінде проблема болу деген не деген сөз? Ол травма, Ақшаға байланысты ақшадан түскен травма. Ақша үшін түскен травма. Баланың жанына, баланың жаны үлбіреген, нәзік душа дейміз ғой. Үлбіреп тұрған нәзік баланың жанына ақшаға болады травма салынып кетеді, мысал үшін. Кішкентай бала оның бәрін көреді, ол жұтады, сіңіреді. Көбінесе біз мына күйеумен ұрысқан сәтте баланы көрмейміз. Бала қайда жүр, ол не істеп жүр, біз оны мүлде қарамаймыз. Менде мысалы бір қыз баласы мынандай айтып маған, мынандай бір жағдай болды. Ана қыз баланың 4 жігітпен жүрген да. Бірақ 4-еуі де измена жасайды. Даже ашық 4-еуі де ашық жасаған. Ашық істейді дейді сонда. Сен неге оны терпетіп етесің? Білмеймін дейді. Өйткені ол нормально. Сосын мен сұраймын одан: өміріңде дедім, саған ең үлкен изменаны кім жасады саған? Ешкім измена жасамаған маған дейді да. Өзі 19-ға енді келіп тұрған қыз ешкім маған жасамаған дейді. Сонда неге саған осындай жігіттердің барлығы измена бірінің артынан бірі келіп тұр? Психосоматика ғой, психосоматика. Сонда деген біз разбор жасаған кезде, сөйлескен кезде есіңе түсіріп көр. Жасың қаншада болып тұрсың? Осындай дегенде айтты. Менің жасым 7-де деді. 7 жасымда деді. Менің анасы күйеуінен ажырасқан, анам басқа күйеуге тиді деді. Сол кезде мен не дедім? Анам мені сатты деді. Изменять етті маған. Анам маған изменять етті. Мені махаббатым. Анасы бұған айтады екен: мен сен үшін ажырасқам, сенің әкең арақ ішетін болған, сосын сен бақытты болсын деп ажырасқам деп. Енді қыз ойлайды ғой, мені сондай анам жақсы көреді, мен үшін күйеуден, отбасынан бас тартып сондай үлкен ерлік жасады дейді. Сол маған, ол анам маған адал, ол мені жақсы көреді деп тұрғанда, анасы басқа күйеуге тиеді. Басқа адалдық бұзылады осы жерде. Яғни дәл осы жерде измена, сатқындық жасады деген түсінік қалыптасады. И сосын анасын, және де бұл анасы тұрмысқа шығып кеткен кезде бұл кішкентай қызды үйге сыртынан құлттап кетеді. Өйткені анасына той болады ана жақта. Той болған кезде бүкіл туысқандар кетеді. Мына кішкентай қызды 7 жастағы үйге құлттап қалдырып кетеді. Міне осы үйіне құлтталып өсіп қалып кеткен қыз мені жалғыз тастап кетті. Меня бросили, мені измена болды, маған сатқындық болды, сатқындық мені тастап кетіп тұр дейді да. Осы нәрсені анасынан, осы дүниені сатқындық деп қабылдап алады да. Бұл қыздың ойында
қандай десе сатқындық это нормально. Бәрі сатқындық жасайды. Сатқындық жасамайтын адам жоқ деген түсінік кетіп қалған да. Көрдіңіздер ме? Бір өмірде болатын кішкентай ғана бір история, бір тойға кетіп қалды, той болды. Ол қыз максимум бір 3 сағат жалғыз қалып кеткен шығар. 3 сағатта оның өміріне мынандай травма түсті. Одан кейін қанша жігіт келеді, измена. Ана қыз өмірін жасай алмайды. Неге маған мынандай жігіттер келеді? Түсіне алмаймын деген сияқты. Қазіргі таңда Аллаға шүкір қазақ тіліндегі психологиялық марафонда өте көп, кітапта өте көп, маманда өте көп. Біз қазір роман не екенін түсініп келе жатырмыз. Осы түсінген сайын сіздердің өмірлеріңізде проблема азая береді. Адам травмасынан қанша пайызға емделсе, сонша пайызға өседі. Мына қараңыздар, мен неге өте көп оқи беремін, Мысалы үшін қазір осы Стамбулда бір метафорический картаның сабағына жазылып қойдым. Квантовый физикалық сабақтарға қазір жазылып жатырмын, Неге бара беремін? Мысалы үшін мен өзімнің травмамен 4 жыл жұмыс жасадым, Емделдім, ата-ананы қабылдау, бауырларды қабылдау, бәрі мен былай жұмыс жасап келдім.